Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мені өзіне жақында ғана ғашық қылған өте керемет бір дәмді кремнің рецептісін ұсынғым келеді. Бұл кремнің дәмі пломбир балмұздағына ұқсайды, яғни пломбир креміне ұқсайды. Бірақ жасалу жолы өте оңай, бар болғаны 3-4 ингредиенттен ғана құралады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын, және де қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Барлық торттарға барады. Торттың бетін әсемдеуге де барады. Формасын жақсы ұстайды. Менің каналымда негізі пломбир кремнің рецептісі бар, бірақ бұл крем басқаша дайындалады. Дәмі соған ұқсас болып келеді, әрі формасын жақсы ұстайды. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен салқын кілегейді қоюланғанша миксермен еземіз бірнеше минуттай. Менің каналымда кілегеймен жұмыс жасау деген видео бар, міндетті түрде қараңыздар. Кішкене ғана қоюланғана бастаған кезде біз қаймақ қосамыз. Қаймақ менде дүкеннің қаймағы 20-30% қаймақ жақсы үйлеседі. Содан соң сүзбелі ірімшік қосамыз. Содан соң аз-аздан қантты салып отырып, миксермен араластырамыз. Қантты бірден салмаймыз, аз-аздан салып отырып, осы біздің кілегейлі массамызды араластыратын боламыз. Крем өзінің формасын ұстап, қоюлана бастаған кезде біздің кремімізді дайын деп айтуға болады. Міндетті түрде қоюланып, формасын ұстауы керек, бірақ кілегейді ұзақ миксермен шайқамаңыздар, өйткені ол іріп, майға айналып кетуі мүмкін. Формасын ұстай бастаған кезде бірден миксерді тоқтатып, кондитер қапшығына салып, торттың бетін, ортасын әсемдей берсеңіздер болады. Біздің креміміз дайын, формасын міне осылай ұстайды. Бұл Whoopie кремі сияқты формасын қатты ұстайды деп айта алмаймын, бірақ жақсы әдемі гүлдер, әртүрлі өрнектер салуға болады. Кремнің дәмі сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Пломбир кәдімгі балмұздағына өте қатты ұқсайды, өте дәмді. Дәмін бір рет тартқан адам кейін қайтадан дәм көргісі келе береді. Барлық торттарға барады. Өте дәмді болып шығады. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы мен сіздерге осы кремді пайдаланған, яғни торттың рецептін салатын болам. Бұл мен қазір видеода жасап жатырған тортым құлпынай торты деп аталады. Құлпынай тортының корждары кәдімгі құлпынай қосылып жасалады. Сол себептен де өте дәмді болып шығады, ерекше болып шығады. Бұл торт сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Егер рецепт қажет болса, міндетті түрде комментарийге пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздерге тез шығаруға тырысамын. Сіздермен болған Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.